Басқа адамдардың айтқан сөздері біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Бақалар тобы. Бірде бақалар тобы тоған іздеп орманды аралап жүреді. Секіріп бара жатып екі бақа терең шұңқырға түсіп кетеді. Басқа бақалар шұңқырдың айналасына жиналып жағдайға алаңдаушылық білдіреді. Екеуі шұңқырдан шығуға тырмысып жатқанда, қалғандары шұңқырдан шығу мүмкін емес екенін айтып, олардың көңіл күйін түсіреді. Олар болса, басқалардың сөздерін елемей, қалай болса да аман шығуды көздейді. Төбеден бақылап тұрған бақалар қаншалықты бас тартыңдар, қолдарынан келмейді деп жатса да, екеуі бар күш-жігерін салады. Ақырында олардың біреуі басқалардың ықпалына беріліп, күресуден бас тартқан кезде құлап өлім құшады. Ал екінші бақа шамасы жеткенінше секіре береді. Қатты күрес нәтижесінде шұңқырдан аман шығады. Сонда басқа бақалар таңғалып, біз саған қаншама бас тарт деп айтқанымызға қарамастан, қалайша аман шықтың деп сұрайды. Сонда олар әлгі бақаның саңырау екенін түсінеді. Бақа болса, олардың айғайын қолдау деп түсініпті. Әңгіменің моралі мынада: бізге басқа адамдардың сөздері айтарлықтай әсер етеді, бірақ оларды қалай қабылдаймыз, немесе қабылдамаймыз, оны өзіміз шешеміз.